Мен таңғаламын кейде анау Түркияның президенті Ердоған қай уақытта болсын елдің қандай бір олқы тұстарында бірінші жүреді. Оның қасында нөкерлері нағып сол жерде жүреді. Мысалы, Путин міндетті түрде елінің ортасында жүреді. Біз неге басшылар сол жерде жүрмейді? Көңіл айту керек. Қайта бір болмайтын дүниелерді салуға тырысамыз. Болмайтын ескерткіштер саламыз. Түкке қажет жоқ. Жансыз дүние қара тас. Одан қалса әкесін татып ас береміз. Атой ат шабыс береміз. Бәленбай $1000 мәшинесін қоямыз. Сол қарап тұрсаң, сол қаншама жыртығымызды жамайтын қаражат қой. Солар шын жомарт болатын болса, шын еліне жұрты жанын ашыған болса, үйсіз жүрген, күйсіз жүрген деген аналарға біздің жалғыз басты әкелерге жәрдем бермейді. Талапты өздеріңе де қояды ғой. Билік басында жүргендердің бүгінгі таңда 90%-ға жуығы өз ана тілінде оқи алмай, жаза алмайды. Билік басында толық келсе, Мұхтар аға, осы жерде айтып өтетін бір жағдай. Мен Алматы қаласын Яблоката қаласы деп атаймын. Үйткен себебі, осы олай дейтін себебім, Алматыдағы қазақтардың 70%-ы өз ана тілінде оқи алмай, жаза алмайды. 70%-ы. Сондықтан мен Алматыны Яблоката қаласы деп атаймын. Міне, сондықтан мынау қазір бір ашшындық. Балаңыз егер орысша оқыды ма, ол бітті. Ол орысша ойлайды, орысша қуанады, орысша жылайды, орысша түс көреді. Иә, міндетті түрде ол. Түс көреді. Сондықтан балаңыз орысша оқыды ма, бітті. Ол орыстың баласы. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді дейді. Біздің жас мемлекетіміздің қақпағы ашылған көрінеді. Сондықтан ұяты кеткендер талан-таражға салып жатқан ашылып жатыр. Осындай күдік көбіміздің көңілімізде жүрген бұрыннан. Қайда кетіп жатыр бұл Қазақстанның байлығы деген? Бірақ нақ басып, тап басып ешқайсымыз айтылған жоқпыз. Мұнайдан түсетін, көмірден түсетін, алтыннан, күмістен түсетін, мыстан түсетін кіріс деген жоқ мұнаның ішінде. Мына біз осы шет мемлекеттерден несие дегенді алып жатырмыз Америкадан Жапонияға дейін. Соның барлығы басая қанша? Қай жерге жұмсалды, қай мақсатқа кетті? Осының көзін ашу керек. Мына басшылықтан білмеймін, қолынан әзір ол әрекет келетін емес. Сізбен біз, халық сенген депутаттар осының көзін ашып, нақтылап, халыққа өзінің дәулетін өзінің қолына берейік. Сайлауға баға беріңіз, Нұр Отанға байланысты пікіріңіз айтсаңыз. Енді сайлау қазір жоқ, президент сайлауы туралы сұрап тұр. Президент сайлауы бізге өте қатты дамыған. Сол сайлау болардың алдында мен айтқанмын, 97-де 8 пай қылады деген. Алдында бір ай бұрын айтқанмын. Менің айтқаным келді, 97-де 7 болды ғой. Өйткені барлығы шешіліп қойған мәселе. Алдында барлығы ұйымдастырылады. Ұйымдастыру жағынан Қазақстан бірінші қатарда. Әлемдік деңгейде. Асыны көйін, енді қазір солай болады. Нұр Отанға байланысты пікіріңіз. Сондықтан енді президент әлі де отыра береді. Өйткені себебі, қанша отырам десе сонша отырады. Мұхтар аға, мынау көптеген сұрақтар негізінен өз қарнашып келгендердің бәлішіміз, алжасып келгендердің дәрісіміз. Бірақ қонақ жайлығың шектен шықты, әпендіге болып тұр тәнісіміз. Алматыда қарагөз қазақ қызын иттей қып тепкілеген кәрісіңіз. Кәрістің ақыл есі кем екен деп ақтап шығу болды ғой барысымыз. Тәжіктердің қолынан қаза тапты Сарағашта атбалдай арысымыз. Ұлтаралық дауламай тумасын деп ол кезде де шыққан жоқ дауысымыз. Метхунның інілері төбелесіп экспода боп кетті лаңышымыз. Қазақтың күзетшісін тепкілердей үндіс біздің қайтуымыз танысымыз. Шарап ішіп қызынып қалыпты деп үндісті ақтау болды әдісіміз. Неге осы шетелдікті ақтай беріп қазақтарды соттағыш заңысымыз. Халықты ашындырмай ағаларым әділетті болса екен әрісіңіз. Ұлтаралық татулық сақтаймыз деп ұлтарақ болмау керек.
Дегендер қамын жегендер адал өрендер, намысы қайнағандар ел үшін ар үшін, қайратын қайрағандар қазақтың бағы үшін.